Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай шек қарыннан өте дәмді манты дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші қамырымызды елеп қоямыз. Еленген қамырымызды осылай бір ыдысқа салып алып, бір жұмыртқа қосамыз және де суымызға тұзымызды қосып қамыр елеп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Менің сүйікті оқырмандарым. Мінекей қамырымызды елеп алдық. Енді осы қамырымызды кішкене тұндырып қоямыз. Енді шек қарындарымызды дайындаймыз. Мен алдын ала жуып, тазалап, бір суға қайнатып алдым. Бұрқ еткізіп, бір 10 минутқа қайнатып алдым. Және де қайнатып алған шек қарындарымызды осылай ет тартқыштан өткізіп фарш жасайтын боламыз. Мінекей мен осы шек қарынға іш майды да қосып жібердім. Ішектері, бүйрегі, жүрегі бар, қарны бар, өкпесі бар. Осылардың барлығынан фарш дайындап аламыз. Мінекей барлығын өткізіп алдық. Негізі екіге бөліп алсаңыздар да болады. Бір кішкене бөлігінен жасасаңыздар болады. Бір зуалаға, бірақ мен барлығын қолдана бердім. Бірақ сіздердің бір зуалаларыңызға бұл мөлшерде 2 зуалаға кететін фарш шығады. Және де мінекей осындай сәбіз, картоп, пияз және болгар бұрышы және асқабақты ашып осылай дайындап алдым. Енді мен бұны фаршымызға осындай теркадан барлығын тез-тез өткізе салдым. Өйткені уақытты көп алмайды, турап отырмайсыздар. Осы тәсіл өте өзіме ұнайды және жылдам дайындалады. Мінекей сәбізді, картошкамызды өткізіп алдық. Енді асқабақты өткізіп жатырмыз. Міне. Енді пиязымыз бен болгар бұрышымызды тақтайға турап аламыз.
Енді тұзымызды саламыз және де қызыл қара бұрыштарымызды қосып барлығын қолмен араластырып аламыз. Farшымызды дайындап қойдық. Енді жаңағы иленген қамырымызды арасынан бір қайтарып қойдым. Бір июн қандырып алып, осылай қамырымызды жая береміз. Мінекей қамырымыз үлкейді. Енді қамырымызды кесуге дайындаймыз да мантымызды түйетін боламыз. Осы аралықта газға суларыңызды қосып қоя берсеңіздер.
Мантымды түйісуге Аяла қызым келді, менің көмекшім. Екеуміз тездетіп мантымызды түйіп алдық. Мінекей мантыларымызды барын түйіп алдық. Енді осындай манталаркілерімізге орналастырып, қайнап тұрған суда 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Негізі шекқарын мен манталар 35 минуттың өзінде дайын болады. 35, 40, 45 минут ұстасаңыздар болды. Мінекей